YouTube каналдың көрермендеріне сәлем бердім. Бүгінгі біздің прайм тайм орта және шағын кәсіпкерлікті қолдау және де сол салада жүрген адамдардың шағым арыздарын тыңдауға арналмақ. Қонақта Арай Әлімхан, кәсіпкер, журналист және де Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілі Динара Нұрғалиқызы. Арай, қазір алда тағы да локдаун болуы мүмкін, яғни денсаулық сақтау министрі 3 түрлі сценарийді айтты. Егер де ең соңғы пессимистік сценарийді алатын болсақ, локдаун желтоқсанда болуы мүмкін. Қаншалықты дайынсың осыған? Кәсіпкер ретінде, шағын бизнесті жүргізіп отырған адам ретінде? Мысалы, қараңыз, жақын арада карантин тағы болады деген енді әңгіме бар, иә? Барлығы соған келе жатыр. Карантин болса, біздің сұлулық салондарымыз, бизнес, кішігірім бизнестің бәрі жабық болады. Ол кезде біз қайтпекпіз. 42.500-ді мемлекеттен көмекті біздегі жұмыс жасайтындардың барлығы алуға тырысты, бірақ жартысынан көбі ала алмады. Неге екенін онда түсінген жоқпыз. Біз құжат жағынан проблема болуы мүмкін, басқа да... Жоқ, ол жағын бәрінің оформлениясын жасадық. Мен өзім ала алмадым кәсіпкер ретінде. Өйткені маған айтты, сізде ИП бар, сіз жаңағы жеке кәсіпкерсіз, сізге 42.500 болмайды, сіздің оборотыңызға қарадық дегендей. Бірақ сенің жұмысың тоқтап тұр. Менің жұмысым тоқтап тұр. Одан қала берді. Мен жаңағы біздің неге төлеу керекпіз ғой? Арендамыз бар. Оны төлеуіміз керек. Оның да сомасы кәдімгідей жақсы. Әрине, жалға беруші де бұл кезде түсіністікпен қарай ғой деп айта алмаймыз. Жалға беруші 1 ай түсіністікпен қарады, 2 ай түсіністікпен қарады. 2 айдан кейін ол да айтты, Арай, менде төлейтін біраз сомаларым бар, менде жабатын нәрселерім бар. Ол кезде енді әрине мен бұны жоғалтып ала алмаймын ғой, төлеуім керек болып, біз бірақ істеп тұрған жоқпыз. Ендігі келесі локдаун кезінде немесе карантин кезінде қалай жасамақпыз? Және таңғалғаным, барлық делік су, жарық төлейтін КСК барлығы 100% өзінің бағасын алды. Пайдаланса да пайдаланбаса да. Біз кіргенде жоқпыз. Шаң басып жатқан жерге біз соған 100% төледік. Ал келіп алдын ала жазып кеттіңіздер деді. Жарайды, жазып кеттік. Бізге 10-20% ғана жеңілдіктер берді, одан артық берген жоқ. Ол қалай сонда? Егер бізді мемлекет қоштамаса, егер бізді Атамекен және басқа да біз айтып жатқан бізді көмектеседі дейтін бизнесмендерге, көмектеседі дейтін органдар көмектеспесе, біз қалай болмақпыз? Мен түсінген 3 сұрағыңыз болды. Сізде сол негізгі сұрақ бұл негізінен барлық осы кәсіпкерлерді осы локдаун кезінде, карантин кезінде мазалап жүрген сұрақтардың ең негізгілері. Мысалы, осы төтенше жағдай жарияланды наурыз айында. Сол айда Атамекен кәсіпкерлер палатасы бізде ол құрылғанына осы жылы 7 жыл болды. Оның құрамына бұл коммерциялық емес ұйым, одақ. Бұл жерде әртүрлі кәсіпкерлік ассоциациялардың, одан кейін өңірлік палаталар бар әр қалада, әр облыста, одан кейін әр аудандарда өзіміздің аудандық филиалдарымыз бар. Сонымен қатар кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары да бар. Сол орталықтардың құрамы, солар арқылы біз жұмыс істейміз. Мен мысалы қазір орталық аппаратта жұмыс істеймін. Тұра тұрыңызшы, сол орталықтар немен айналысып? Орталық біз көбінесе өңірлік проблемаларды жинап, үкімет деңгейінде көтеру, үкімет деңгейінде шығару, мемлекеттік органдармен жұмыс жасап, осы жүйелі проблемаларды шығарып шешу. Кішігірім бизнестің өкілдері, барлық кәсіпкерлер бәріміз қосылып, петицияға қол қойдық. Мемлекеттің президентіне де жаздық. Өйткені бізге көмек керек, біздің арендамызды жабатын сома болмаса да мүмкіндік, мысалы, ЧП кезінде төлемеуге тырысу керек қой енді. Сол мен ойымды соңына дейін айтып өтейін. Жаңағы бірінші мәселе көтеріп отырғаныңыз, егер екінші локдаун болатын болса деп отырсыздар. Бірінші локдаун, бірінші төтенше жағдай, одан кейін жаз айларындағы, шілде, тамыз айларындағы қатаң карантин әбден экономиканы, оның ішінде бизнесті, оның ішінде қызмет көрсету саласын әбден әлсіретті. Ол тек қана біздің елде емес, бүкіл әлемде болып жатқан жағдай. Соған мысалы ресми статистика, осы қыркүйек айындағы статистиканы қарасақ, өткен жылмен салыстырғанда жұмыс істеп тұрған шағын кәсіпкерлердің өсу қарқыны бар болғаны 0,7%-ға өскен. Өткен жылдары мысалы 7-8%-ға жыл сайын өсіп отыратын болса, бұл қыркүйек айында бар болған 0,7%-ға, яғни бұл коронавирустың, корона кризистің әсері дейміз. Сондықтан
Ал бұл елімізде мысалы миллион 300-ден аса шағын кәсіпкер жұмыс істеп тұрса, бұл салада жалпы еңбекке қабілетті, еңбекке жарамды еліміздегі халықтың 1/3 бөлігі жұмыспен қамтылған. Егер де үшінші локдаун дейміз ба, үшінші локдаун болатын болса, онда бірнеше айдың ішінде экономика құрдымға кетеді, яғни өте үлкен зиян шегеміз. Сондықтан барынша Атамекен кәсіпкерлік палатасы осы локдаунға кетпеудің амалын жасауға тырысып жатырмыз. Ол үшін Инфо Қазақстан деген портал жұмысқа қосылды осы тамыз айында. Бұл жерде кәсіпкер арнайы санитарлық правилалармен, санитарлық нормалармен 5 минуттың ішінде бұл порталға кіріп, өзінің саласына қатысты санитарлық нормалармен танысады. Сөйтіп электрондық цифрлық қол қою арқылы өзіне сол санитарлық нормаларды сақтаймын, соған сәйкес келемін деген актіні жүктеп алады. Содан кейін барып, ол өзінің жұмысын ары қарай бастап кете береді. Егер де сол нормалар сақтап тұратын болса. Ал егер де енді біз жақсы білеміз ғой, Динара ханым. Мониторинг топтар келеді. Бәрі айтады ғой, енді оны түсініп отырмыз. Мониторинг топтар келген кезде, кез келген уақытта, содан кейін мониторинг топтар таңдамалы түрде келіп тексеру мүмкін. Тексерген кезде қолдарында талаптардың бәріне сәйкес келіп ұстанып отыру керек. Бірақ мынау төтенше жағдай кезінде оның жаз айларында бізге өте көп шағымдар, арыздар келіп түсіп жатты кәсіпкерлерден. Оның ішінде мысалы магазин, дүкен ашық тұр, ал дүкеннің ішінде бір тұтынушы кірді, маскасыз, болмаса маскасын шешіп, сол тұтынушы үшін кәсіпкерде көптеген штраф салып, оның несін бизнес жауып кеткен жағдайларда болды. Ол жеке мұндай мәселелерді бізде арнайы департамент бар, құқықты қорғау бойынша. Бұл мәселені көтеріп, оның егер де заңсыз, орынсыз штраф салған болса, сол штрафтарын қайтаруға көмектеседі. Тексеріс болған кезінде бір қателіктер болса, немесе бір шектен тыс кеткен уақыттар болады ғой. Біз Инстаграмнан көрдік, жас кәсіпкерлер тексеріспен келді, осылай жасады, бізге штраф төлеткіздіріп жатыр деп, сондай видеолар болды. Көрдіңіз бе, вирусный бір видеолар болды. Сондай кезде, яғни біз сіздерге бара аламыз. Иә. Сіздер қорғай аласыздар. Қорғайды, бізден арнайы тұлғалар барып, сіздерге сот болсын, басқа инстанцияларға болсын, барып сіздермен бірге сіздердің құқықтарыңызды қорғайды. Мысалы, осы 7 жылдың ішінде бізге 495 мың бет, қазір нақты цифрасының санын есімде жоқ, 495 мыңдай шағым арыз келіп түскен. Соның ішінде 183 миллиардтан астам кәсіпкерлердің мүдделері қорғалған, яғни оларға заңсыз, орынсыз өсімақы, штраф, айыппұл салған кездерде біздің сарапшылар, біздің жұмысшылар барып, олардың мүддесін қорғап, 183 миллиардтан астам қаражаты қайтарылды кәсіпкерлерге. Достарының ішінде бар ма сол 183 миллиардтың ішінде қорғалған? Жоқ, мүмкін. Бұл жалпы алғанда. Бүкіл республика бұл. 7 жылдың ішінде. Біз нақты тек қана Астана қаласы бойынша айтайықшы, нақты белгілі бір біліп отырған, көріп отырған бизнестер туралы. Мысалы, қараңыз, менің қазір қойған сұрағым, келесі карантин, локдаун болатын кезде біз жаңағы аренданы қайтеміз. Енді сол аренда мәселесіне келетін болса, осы жаңағы төтенше жағдай басталған кезде кәсіпкерлер палатасының жанынан және әрбір өңірлік палатаның жанынан арнайы жедел штабтар құрылды. Одан кейін колл-центр круглосуточно толығымен жұмыс істеп тұрды 24 сағат бойы. Біздің телефондарымыздың барлығы жаңағы әлеуметтік желілерде таралды. Бізге кез келген уақытта мысалы тауар тасымалдаушылар, үлкен жүк тасымалдаушылар, солар хабарласып отырды круглосуточно. Яғни менің өзімнің телефоным түнгі 4-5 кез келген уақытта шырылдап хабарласып тұрды. Неге олардан сұраныс көп? Яғни неге олар көбірек хабарласады? Яғни жүк тасымалдаушылар. Тек қана жүк тасымалдаушылар емес, көбірек соларда ма? Сол аралықта, яғни олар бір регионнан екі регионға жүрген кезде өңірлердің границалары жабық болды, сол кезде олардың проблемалары көбірек болды. Ал одан кейін барып көп кәсіпкерлер мысалы өзінің келісім шарттары болды да, келісім шарттар мысалы халықаралық келісім шарттар. Олар мына локдаунның қатаң карантиннің төтенше жағдайдың салдарынан өзінің бір міндеттемелерін орындай алмай қалды. Олар да 24 сағат бойы бізге хабарласып отырды. Бізде арнайы ол бойынша еншілес компания бар. Сол еншілес компания бізде олардың договорларын қарастырып, келісім шарттарын оларға анықтама беріп отырды. Я бұл өзінің бір проблемасы емес, бұл жалпы төтенше жағдайға байланысты өзінің міндеттемелерін уақытылы орындай алмай жатыр деген сияқты сотқа болмаса өзінің партнерына осындай растау құжаттарын беріп отырды. Сонымен қатар арендалық не бойынша
жаңағы колл-центр жұмыс істеп тұр дедім ғой, 24 сағат бойы. Нөмірін Одан кейін айта салыңызшы, 14-32. 14-32. 14-32. Одан кейін сол наурыздан бастап, 12 наурыздан бастап бізде үнемі сауалнама жүргізіліп отырды. Осы арқылы мысалы 1.300.000-дай кәсіпкер жұмыс істесе, осы сауалнамаға 800.000-дай кәсіпкер қатысқан екен. Сол 800.000-дай кәсіпкерлердің негізгі сауалы, негізгі проблемасы осы біріншіден несие бойынша төлемдерді кейінге қалдыру, салықты кейінге қалдыру, одан кейін негізгі мәселе сол аренда, жалға алу, жалға беру мәселесі. Бұл жерде бұл мәселелердің бәрін біз қарастырып, мысалы премьер-министр, одан кейін біздің атамекеннің басшылығы өңірлермен кездесіп барлық проблемаларды жинап, төтенше жағдай кезінде біз 100-ден аса ұсыныс үкіметке жолдадық. Үкімет осы 100-ден аса жолданған ұсыныстардың бір жартысын дерлік қабылдады, қолдады. Соның нәтижесінде осындай салықты кейінге қалдыру, несие бойынша төлемдерді кейінге қалдыру мәселелері шешті. Енді арендаға сәйкес, арендаға былай қарасаңыздар, бір ғана мәселе шешілді, когда кәсіпкер мемлекеттік немесе квазимемлекеттік объектінің одан жалға алып отырса, ол әрине оған жеңілдік жасады, уақытын созды, алмады. Ал былай қарасаңыз, бұл жерде екі жақты бизнес. Бұл да бизнес, біреу жалға беріп отырған бизнес, біреу жалға алып отырған бизнес. Екі жақтың да мүддесін қорғау керек. Бұл жағдайда енді бұл мәселе әлі де шешілмей тұр. Өткенде 1 қыркүйекте мемлекет басшысы президент Қасым-Жомарт Тоқаев тапсырма берді. Сол тапсырмалардың ішінде, осы антикризистік шаралардың ішінде осы мәселе де бар, жалға беру, жалға алу мәселесін шешу. Коммерциялық себебі екі жақта бизнес, сондықтан әкімшіліктермен, жергілікті өңірлік палаталармен бірігіп, осы мәселені көтеру керек деп, осы мәселені шешіңдер деп тапсырма берді. Бұл мәселе бойынша қазіргі кезде жұмыс істеп жатыр. Демек, менің ойымша, енді сіздің сөзіңізден түсінгенім, арай егер екінші локдаунға түсіп қалатын болса, ол аренданы төлемеуі мүмкін. Жеңілдетілуі мүмкін арайға, иә? Мүмкін. Президент тапсырма берді, қазіргі кезде сол жұмыс бойынша, сол бағытта жұмыс жасалып жатыр. Енді өзімізде мысалы түсініп отырмыз, ол қалай шешілуі мүмкін? Ол үшін жалға берушінің де мысалы сұранысын қанағаттандыру керек. Иә, мүмкін жалға берушінің де. Арендаға ол кредитке алған шығар, ол мүмкін. Ипотекасы бар шығар, басқасы бар шығар, соның бәрін төлеу керек. Егер өзің жалға беріп отырсаң, сен де өзіңнің бизнесіңді қорғаған болар едің. Жоқ, мен онда түсіну керек. Иә, жоқ, мен айына осыншама түсіп тұрды, 20% түсі алам. Немесе бұл қандай да бір үлкен қаншама органдардың ортақ бір келісімнен кейін ғана жүзеге асатын мәселе сияқты қиындау емес пе бұның бүгін ертең жүзеге асуы? Бірақ ұсыныс тапсырма болды. Қазіргі кезде сол мәселені шешу бойынша жан-жақты жұмыс істеліп жатыр. Коммуналдық төлемдер бойынша біз бұл мәселені де көтердік. Бірнеше рет кәсіпкерлердің құқығын қорғау бойынша өкіл, яғни бизнес-омбудсменнің атынан үкіметке хат жолдадық. Бұл мәселе қарастырылып жатыр. Жаңа жолдауда 1 қыркүйекте берген бұл мәселені де президент атап өтті. Яғни шектеу шаралары кезінде бизнестің жұмысы тоқтатылған кәсіпкерлерге коммуналдық төлемдерді мүмкін кейінге қалдыру, мүмкін қайта есептеу сияқты, мүмкін қосымша кейінге қалдыру деген мүмкін қосымша жаңағыдай үкімет қаржысы есебінен оны жауып отыру деген сияқты мәселелерді коммуналдық мысалы өзіңіз ойлаңыз, менің сұлулық салонымда есік жабық тұрды. Су, жарық, еш нәрсе кеткен жоқ. Мен оған 100% төлеуім керекпін. Әрине, егер сіздердің жаңа айтуыңызға қарағанда уақытынан кейін, біраз уақыттан кейін тағы да 100% төлеу керек болатын болса, онда ол қандай көмек болғаны? Әрине, ол көмек емес. Мен енді аяққа тұрып жатқан кезде, менің жұмысым енді көтеріліп келе жатқан кезде, мен 100% төлеуім керекпін коммуналдық. Бұл деген ешқандай көмек емес, менің ойымша. Кейінге қалдыру дедік, одан кейін барып немесе үкімет есебінен төлеу деген сияқты бір мәселелерді осы мәселені шешіңдер деді. Менің ойымша бюрократияны азайту керек сияқты. Мысалы, суға барып төлеу керек, басқа жаққа барып төлеу керек. Олардың бәрі карантиннің кезінде анда баруға болады, мұнда баруға болмайды. Ал Астана, РЭК және басқа коммуналды жерлердің бәріне онлайн қабылдамайды. Айналып келгенде бәрі бюрократия. Шынымен, мен неге барып ол жерге тұруым керек? Мүмкін мен қорқатын шығар, мен ауырып қаламын ба деп, мен барғым келмейтін де шығар. Мен барып қолмен жазуым керекпін заявление. Не үшін өтініш жазуым керекпін? Осының барлығын менің ойымша ойластыруға болатын сияқты. Келсем, иә. Көбінесе қазіргі кезде онлайн төлемдерді, онлайн жаңағыдай
қаражат аудару мәселелері. Онлайннан бөлек жаңағы сіз айтқандай коммерциялық және бизнес көмектесетін болсаңыздар, жеке меншік жеке кәсіпкерлерге көмек жасайтын болсаңыздар, онда сондай объектілерді олардан 100% төлем алмау жасау мысалы, немесе 50% деген сияқты. Және ол автоматты түрде болу керек. Оны ары бері төлеуге дейін мысалы мен көнередім деген кеп тұр ғой. Мен мысалы көнередім жарайды. Егер ол автоматты түрде жасалынатын болса. Мен келесі айда жұмыс жасап бастаған кезінде, егер мен 42 мың төлейтін болсам, 40 мың төлейтін болсам, жарайды, жартысын төлеймін. Осылай мемлекет маған көмек көрсетіп жатыр екен дегендей. Сондай бір... Бұл да талқылану үстінде ме? Менің түсінгенім әлде бұл әзірге ақпараттар жиналу үстінде. Жоқ, оның өзі жүйелі түрде болатын шығар, даму, яғни қазіргі этапта, бірінші этапта мынандай болады, одан кейін ол мәліметтердің барлығы алынады, одан кейін сарапталады, одан кейін қалай өтеді бұл процесс? Жоқ, бұл жерде тапсырма берілді, бұл мәселе алдын ала көктемнен бастап көтеріліп келе жатқан мәселе, сондықтан ақпарат жинау мәселесі емес, бұл жерде мүмкін шешу жолдарында шығармыз. Соңғы этапта бұл деген ойдамын. Соған сеніммен қараймын. Келесі локдаунға енді келесі локдаун деп жатырмыз ғой, бірақ келесі локдаунға кетпеудің алдын алуымыз керекпіз деп ойлаймын. Ол тек қана бизнестің немесе тек қана мемлекеттің немесе тек қана санитарлық дәрігерлердің немесе бір әкімшілік әкімшілік органдардың немесе әкімшілік шаралардың салдарын көмегімен ғана шешілетін бұл пандемияны жеңе алмаймыз. Бұл әрбір азаматтың өзінің жауапкершілігі, яғни белгілі бір нақты бір санитарлық нормалар сақтап, ережелерді қатаң сақтап жүрсек, екінші локдаунға кетпейтін шығармыз деген. Карантинге жабылып қаламыз деп ойлаған жоқпыз. Дайындығымыз аздау болып қалды. Енді алдағы карантинге сіздердің осы кәсіпте жүрген жастарға, жалпы осы орта шағын бизнесте жүргендерге көмектеріңіз нақты қандай болмақ? Бағдарламаларыңыз туралы айтсаңыздар. Біз әрине барлық сценарийға дайын болуымыз керекпіз. Жаңағы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес антикризистік жоспар қабылданды. Оның ішінде осы жаз айларында экономиканы 20 жылдың соңына дейін қалпына келтіру бойынша кешендік жоспар қабылданды. Сол кешендік жоспардың ішінде 100-ден аса ма, қазір нақты айта алмаймын, бір шаралар қабылданған, шаралар көзделген. Сол шаралардың ішінде 40% осы біздің атамекеннің жаңағы кәсіпкерлердің сауалнамалар өтініштер негізінде ұсынылған ұсыныстардың барлығы осы шараларға 40%, яғни бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз үкімет бізді естиді, бизнесті естиді, бизнеске құлақ асады. Яғни бизнес өзінің проблемасымен келесі локдаун болатын болса, өзімен өзі тет-тет проблемасымен қалмайды. Біз оларға көмектесеміз, біз оларға кез келген уақытта 24 сағат бойы ашықпыз, кез келген уақытта бизнес-омбудсманға, атамекен кәсіпкерлер палатасына хабарласа алады. Антикризистік шаралар қарастырылған, сол антикризистік шаралардың жаңағы мемлекеттің алдында, кәсіпкерлер палатасының алдында тұрған антикризистік шаралардың ең біріншісі ол санитарлық нормаларды сақтай отырып, барынша кәсіпкерлерді жұмысын қайта жаңарту, оларды жабуға, тоқтатпауға мүмкіндік жасау, ол бірінші. Одан кейін келесі тағы бір шаралардың бірі, бұл өзінің қазіргі кездегі бар несиелеріне 6%-ға дейінгі, проценттік ставкасының 6%-ға дейінгі көлемін мемлекет тарапынан субсидиялау бойынша мәселе көтеріліп жатыр. Сол мәселені қарастыруда. Одан кейін жаңа айтып өткен жалға беру, жалға алу мәселесін шешу керек деген жұмыстар бойынша сол бағыттарда жұмыс істеп жатырмыз. Егер де қайтадан шектеу шаралары енгізілетін болса, осы мәселелер жаңағы алдындағы төтенше жағдай кезінде, екінші карантин кезіндегі проблемалардың негізінде қалыптастырылған шаралармен сәл де болса осы коронавирустың, пандемияның бизнеске тигізетін кері әсерін, кері салдарын біз алдын аламыз, көмектесе аламыз деп ойлаймын. Ал мынандай мәселе бар менде. Кейбір бизнестің түрлері, мысалы, жаңағы қызмет көрсету бизнесі. Осындай жаңағы сферада жұмыс жасайтын барлық адамдарға қандай көмек болады? Менің ойымша 42.500 ол барлығына берілетін көмек. Ал дәл осындай жаңағы неде жұмыс жасайтын адамдар біздің сферада, оларға меніңше көмек басқаша болу керек сияқты.
ол кісілер 100% айлықсыз қалады. 100%. Мен оларға әрқайсысына өзімнің қалтамнан көмектесе алмаймын. Мен неге 42.500-ге заявка жасадым? Егер 42.500 алсам, ішінде ең жағдайы қиындарға ақшаны бөліп берейінші деген оймен Өзім алсам, алсам деп сөйтіп жасадым, заявка бердім. Бірақ мен мағандай заявкама Өте сен ипың бар ғой. ипым бар ғой. Жұмыс істеп тұрған ипың бар. Басқаларына менің ойымша осы мәселені де қарастыру керек сияқты. Мұның астарында Арайдың айтып отырған үлкен жұмыссыздық. Әрине, жұмыссыздыққа келіп тіреледі. менің қолымда жұмыс жасайтын 10 адамның барлығы үйде отырады. Олардың барлығының отбасылары бар, барлығының балалары бар. Енді сол үйде отырған адамдарға 42.500 меніңше ешқандай көмек тимейтін сияқты. Өйткені ол адамдар айына 200 мың, 300 мың тауып үйренген адамдар. Оларға меніңше басқаша төлеу керек сияқты. Келсем, жаңа айтып отырмын ғой, біз үнемі сауалнама жүргізіп отырдық деп осы уақыт аралықта. Осы сауалнаманың қазір белгілі бір негізгі нәтижелері есіме түсіп отыр. Соның ішінде мысалы 800 мыңға жуық кәсіпкер сауалнамаға қатысқан болса, соның ішінде 10%-ы міне банкроттың алдында тұрмыз деп жауап берген. Ал қалған 10%? Иә, 10%. Мысалы, менің ойымша мәлімет сәл. Енді менің ол жеке ойым, әрине мен білмеймін. Ал енді бұл сауалнама бұл жерде кәсіпкерлердің, әрбір кәсіпкерлердің субъективті көзқарасы ғой, сол кездегі оның не істейміз, настроение істейміз бе, сол сияқты. Ал одан кейін 30%-ға жуығы өзінің кәсіпкерлерін, өзінің жұмысшыларының штатын оңтайландырамыз, яғни жартысын мүмкін ақысыз демалысқа жібереміз, жартысын қысқартамыз деп тұр. Яғни үлкен, егер де екінші локдаун болатын болса, үлкен жұмыссыздық күтіп тұр. Бұл жерде жаңа біз айтып отырмыз ғой, біздің ұсынысқан 100-ден астам ұсыныстар жасалды, соның ішінде тек қана мынау төтенше жағдай кезінде, карантин кезіндегі жедел шаралар емес, сонымен қатар еңбекпен қамту деңгейі, экономиканы қайтадан тұрақтандыру деген сияқты мәселеге жүйелі мәселелерде көтерілді. Ол мәселелердің бәрі қолдау тапса шешіледі деп ойлаймын. Меніңше қолдау табуға барынша мүмкіндік жасау керек. Өйткені мен қазір уайымдайтыным, егер біз желтоқсанда шын мәнінде локдаунға келетін болсақ, менің 10 отбасы бар қарамағымда. Сол 10 отбасы қалай нанын тауып, мен жарайды, мен бизнесім өйтіп өмір сүріп, өйтіп аяққа тұрғызармын, ал ол кісілер қайтер дегендей ғой. Соны уайымдап отыр. Бізде де мысалы атап өтейін, көктем айында, сәуір, мамыр айларында атамекенінде ол тек қана мүмкін кейбіреулер ойлайтын шығар, бізде сол қалыпта сол деңгейде еңбекақы алып жатыр екен. Жоқ, бізде де еңбекақы да қысқарды, одан кейін штат бойынша да оптимизация болды. Соның ішінде мысалы мен жұмыс істеп отқан департаментте шешім қабылдаған кезде біз ең бастысы жұмыс орындарын сақтап қалу болды. Сондықтан біз жұмыс орындарын қысқартқан жоқпыз, барынша аз да болса жалақысы сақталсын, бірақ жұмыс орындары болсын, себебі әрқайсысы бір-бірінің асыраушысы. Қызмет көрсету саласына көп көмектестік дейсіздер, бірақ та нақтырақ кімдерге? Мен мысалы өзімнің достарымның арасында осындай көмек алдық дегендерді жиі ести бермеймін. Арай, сенше? Мен түсінуімше, сіздер қазір мониторинг жасап, анализ жасап, барлығын сұрақтарды қабылдайсыздар, біздің өтініштерімізді қабылдайсыздар да, сосын кейін үкіметтің арасындағы көпір сияқты. Ал факт бойынша біз мынаны жасадық деп айтыңызшы, мен түсінгім келеді. Өйткені мен сұрақ қойдым, маған фидбек қайтып келген жоқ сіздерге, НПП-мен бірге жұмыс жасаған кезде. Кімдерге көмектесіңіздер, жарайды, маған көмектеспедіңіздер. Басқа кімдерге көмектескен кезде біз ол бөліп жармаймыз, мына салаға көбірек, мына салаға азырақ деп. Бірақ ең бастысы осы шектеу шараларының салдарынан негізінен қызмет көрсету саласы бірінші орында, себебі барлық сауалнамалардың ішінде ең бірінші осы сала. Өйткені біз онлайн қызмет көрсете алмаймыз. Қызмет көрсете алмайды. Сондықтан қызмет көрсету саласында, одан кейін жаңа біздегі тіркелген барлық кәсіпкерлердің басым бөлігі осы қызмет көрсету саласында, одан кейін сауда-саттық саласында жүреді. Сондықтан енді шектеу шаралары отандық бизнеске бір үлкен зиян келтірді.
ол бойынша белгілі бір салаға көбірек көмектесті деуге болмайды. Бұл жерде жиналған мәселелердің бәрін біз жинап алып наурыздан бастап жинап сентябрьге дейін күтіп отырған жоқпыз. Біз жиналған мәселелерді сол моментте жедел түрде үкіметке жіберіп отырдық. Жинап, мынау 100 проблема жинап сосын жібереміз емес. Түсті проблема біз егер де өзіміздің қолымыздан, өзіміздің тарапымыздан шеше алатын болсақ, көмектесеміз. Ал егер де ол жоғары деңгейден көмек керек болатын болса, біз оның бәрін үкіметке шығарып, үкімет отырыстарында жедел комиссия, мемлекеттік комиссияның отырысында қарастырылып, міндетті түрде қарастырылып шешімдер табылып отырды. Оны жаңа айтып өттім ғой, жаңа салық бойынша, несиелер бойынша, жалға алу бойынша, жалға беру бойынша, одан кейін тағы бір мәселелерді көтердік. Мысалы, осы карантин кезінде одан кейін тексерулерді тоқтату бойынша ұсыныс жасадық. Сол белгілі бір уақытта тексерулер тоқтатылды бизнестің қызметін. Одан кейін мысалы есеп берулер, олар статистикалық есеп берудің өзі де кәсіпкер үшін белгілі бір не болды, проблема болды. Себебі көбісінің қолында компьютер жоқ, онлайн тапсыра алмайды. Ол үшін бару керек, бару үшін ол орган жабық немесе үйіне шыға алмайды. Барған күнде де ол ұзын сонар кезекте тұра алмайды, себебі ол да сақтық шаралары. Сондықтан сол мәселені ол ешқандай біздің жасаған ұсынысымыздың негізінде бізге жауап келді. Ешқандай кәсіпкерлерге шара қолданбайды әкімшілік. Олар төтенше жағдай аяқталғаннан кейін осы есеп берулерін тапсыра алады деген сияқты. Сондай қазіргі кезде бір негізгі бір атап өтетінде, әрине майдада проблемалар болды, жеке дара, бірақ негізгі осы көп кәсіпкерлердің мүддесіне қатысты осындай шаралар қолданды. Сонымен қатар салықтың кейбір салық төлемдерімен, салықтармен кейбір төлемдерді еңбек ақы қорынан ұсталынатын ең едәуір зардап шеккен салаларда қызмет ететін кәсіпкерлерге сол салықтарды сол аралықта төлемеуге рұқсат берілді. Ол түсінікті. Қараңыз, енді біз сіздердің жұмыстарыңызды сынап отырмыз ғой. Сынап отырған кезде өзіңнің сыныңды айтып отырып, ұсынысымды айтуым керек. Менің ойымша мынандай нәрсе жасау керек сияқты. Пандемия кезінде, карантиннің кезінде енді үйде отырып, жай отыра бермей, мен оқиын дедім. Неше түрлі тренингтер өтейік деп. Кәсіпкерлерге арналған тренингтер, ресейлік жас келіншектер сондай Go Sisters деген бір тренинг жасаған. Сол тренингке қатыстым. Үлкен компанияларда жұмыс жасайтын, үлкен деңгейде жұмыс жасайтын лауазымды деңгейдегі келіншектер сондай әдемі тренинг жасады. Сол тренингтің өте көп маған пайдасы тиді. Менің ойымша, атамекенде сондай бір тренинг жасау керек сияқты. Яғни онда мотивациялық кездесулер, онлайн кездесулер болады, және осындай карантиннің кезінде, пандемия кезінде, кризистің кезінде қалай аяққа тұру керек, соған үйретеді. Кәсіпкерлердің көптеген сұрақтарына жауаптар сол жақтан алынады. Мен мысалы атамекеннен алған жоқпын. Мен ресейлік кәсіпкер келіншектерден сол сұрақтың жауаптарын таптым. Ал менің ойымша, егер бізде атамекен бар болатын болса, ол сондай онлайн тренингтер өткізу керек сияқты. Сөзінің жаны бар, яғни сіздерде мысалы қаншама өте білікті, өте танымал мысалы бизнесмендер бар ғой. Әрине. Неге олар мотивациялық кездесулер жасау керек сияқты. Психологиялық аспекттағы да бар. Мысалы бізде 10 сабақ болды, апта сайын біз бір рет кездесіп отырдық 2 сағатқа, олар күштілеп тұрып презентациясын дайындап қояды, сосын біз бүгін осындай мәселе бойынша сөйлесеміз дейді. Сол мәселелердің бәрін тыңдай келе, тек қана менің ғана проблемам емес екенін түсіндім. Басқа барлығының проблемасы екен. Және соған түсіне бастайсың, және түсіністікпен қарай бастайсың. Менің ойымша сондай нәрсе жетпейтін сияқты. Келсем. Енді оқыту бойынша атамекеннің сайтына кірсеңіз, жоғары жақта сіздерде түсініксіз, ішінде ештеңе мүмкін төменгі жағында жеке мысалы өңірлерде кәсіпкерлерге бір түсініксіз мәліметтер бар шығар, бірақ жоғары жағында үлкен вкладка тұрады. Жаңағы жерде бизнесті ашу бойынша. Бұл жерде енді мотивациялық емес, көбінесе бизнесті ашу, қалай жүргізу бойынша. Мен айтып отырғаным карантиннің кезінде осындай мотивациялық тренингтер өткізу және оқыту. Мысалы, кәсіпкер үйде отырма, ол үйде отырып, төлемсіз, ақысыз жаңа нәрселерді үйрене бастайды. Меніңше, мен қуана қатысар едім сондай тренингке. Енді жаңа ақысыз сұраныс ашылар. Меніңше сұраныс болмағанда сияқты. Мүмкін ондай мотивациялық жаңағы түсіп жатқан ұсыныстар мен өтініштердің арасында мен кездестірген жоқ, мүмкін болған шығар. Мен жалпы қаншама жаңағы
55 мыңнан астам қоңырау хаттар келіп түсіп жатты. Оның ішінде енді мүмкін мен көрмеген шығармын, бірақ біздің тарапқа байланысты ондай мәселе көрген жоқпын. Бірақ егер де мотивациялық өте орынды деп ойлаймын, мотивациялық көмек көрсету, психологиялық көмек көрсету, қалай жұмыс істеу керек. Сол кезде кәсіпкер өзінің проблемасымен жеке бір өзі қалып кетпегенін сезінеді. Біріншіден. Және бұл проблема барлығында бар екенін түсінеді. Және басқа да салаларға түсіністікпен қарауға тырысамыз. Сондай кезде. Мен соған дейін мен бұл тек қана менің проблемам, мен ақшаны қайдан табамын, мынаны қалай жасаймын, анаған не жасаймын деп уайымдап жүрдім да, сол тренингтен кейін мүлде басқаша қарадым. Және енді уайымдамаймын. Енді былай жасау керек екен ғой. Жарайды, бір ғана мысалмен келтірші, мысал арқылы. Мысалы, карантиннің кезінде мен осылай депрессия түсіп кете жаздадым. Бірақ сол тренингтен кейін мен қазір ашпағаным жақсы шығар. Екінші салонда ашпағаным жақсы шығар. Енді дұрыстап ойластырып, оны келесі жылға дейін өзім бизнес проектімді 100% пісіріп, содан кейін барып жасаймын деп сондай ойға келдім. Оған дейін мен ашпай қалдым, менің ақшам өспей қалды, қалтам кесіліп қалды, осылай болып қалды деп уайымдап жүрген едім. Ал енді басқаша қарауға тырыстым. Меніңше бұл өте үлкен психологиялық біріншіден көмек болатын сияқты. Оны жасау қатты қиын емес бұлай? Мүлдем қиын емес. Онлайн, әрине. Тек мықты спикер кәсіпкерлерді жинап алып, оларға мотиваторларға үйрет. Мысалы, Айдын Рахымбаев дейік, басқа да басқа, мықты. Тығырықтан мен қалай шықтым деген сияқты. Олар да айтып берсін, олар да 97 жылғы кризис бар, басқа да кризистерден өткен адамдар. Бұл кризис енді басқа кризистерге ұқсамайтын болып тұр ғой. Сол себептен мүмкін бізде заңдылық жағынан да көп нәрсе өзгеріп жатқаннан кейін бәрібір ол керек мәліметті, білікті, білімді бизнесмендер алға тартып отыру керек деп ойлаймын. Яғни солар басқаларға үлгі ретінде көрсетіп. Арай, білесің бе, мысалы, Атамекенде қандай бағдарламалар бар екен? Сайтына жалпы өзім кіріп көрдім? Кіріп көрдім, бірақ оны іздеген жоқпын, өйткені шын мәнінде маған былай қатты аса көмектің қажеті жоқ. Өйткені менің бизнесім кішігірім бизнес, мен өзім аяққа тұрып келе жатырмын. Бірақ бағдарламалардың бар екенін білем, осы жерде бір сын айтып кетейін деп тұрмын. Меніңше Атамекен коммуникациясы өте нашар сияқты. Сіздерде бір жақсы коммуникатор керек сияқты. Яғни сол бағдарламаларды мүмкін дұрыстап жеткізе алатын. Халыққа жеткізе алатын. Мүмкін көптен бері жеке бизнесін ашуды ойлап жүрген адамдар сол туралы мәлімет білмей жатқан шығар. Оларға шын мәнінде көмек керек шығар. Сол көмекті қайдан аламыз деп білмей жүрген адамдар бар болса, олар соны түсінер еді, білер еді. Жарайды, ол сайтқа оны кіріп іздеп отырған адамдар аз шығар. Мен бір қарап шықтым, бірақ мен ешқандай жаңағы программа дейді ғой. Өзіңе ыңғайлы бағдарлама таппадым. Былай қарап. Солай айтуға болады? Иә. Сосын кейін жарайды деп қоя салдым. Бұл жерде Атамекеннің жұмыс істейтін бағыттары бірнеше, ол тек қана оқытумен немесе құқықтық қорғаумен ғана. Біз нақты орта және шағын бизнеске көмек ретінде сіздердің елге жеткізгіңіз келетін, бөліскіңіз келетін бағдарламалар туралы айтсақ. Атамекен екі мемлекеттік бағдарлама бойынша қаржылық емес оператор болып табылады. Ол еңбек бағдарламасы, одан кейін барымызге белгілі жол картасы 20-25 бағдарламасы бойынша. Бұл жерде оқыту мәселелері, одан кейін сервистік көмек, яғни консультациялық көмектер көрсетіледі. Қазір кезде енді кейбір ұсынып отырған қызметтердің бір шамасы онлайн, кейбіреулер офлайн көрсетіледі. Оқытуда биылғы жылы онлайн жасалып отыр. Ол жерде мысалы әлеуетті кәсіпкер немесе қызмет етіп тұрған кәсіпкер осы оқыту курстарынан өте алады. Ол жерде оған, егерде әлеуетті кәсіпкер болатын болса, оған бір ай оқитын болса, сол бір айға стипендия төленеді. Стипендия әрине мүмкін үлкен болмаса да белгілі бір қаражат төленеді. Қанша төленеді? Өткен жылмен 18 мыңдай ма, 16 мыңдай ма сонда. Яғни сен бір ай егер оқитын болсаң, қандай да бір кәсіпке оқығың келсе, жаңа кәсіп үйренгің келсе, саған Атамекен қосымша 18 мың теңге стипендия төлей отыр. Сол бағдарламаны, сол курсты өтуіне мүмкіндік береді. Одан кейін ол курсты өткеннен кейін ол кәсіпкер сонымен қалып кетпейді. Жаңағы кәсіп ашқысы келген адам ары қарай біздің өңірлік палаталар немесе кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарында бизнес план, кейбіреулер бар бизнес планның не екенін де білмейді.
білмейді, мысалы білмейді, бірақ жұмыс бастағысы келеді, өзінің кәсібін бастағысы келеді. Соларға барлық мемлекеттік қолдау бойынша көмек көрсете алады. Соңғы 3 жылда оқып шыққандардың ішінен 1/3 бөлігі өзінің қызметін ашты, немесе егер де ол жұмыс істеп тұрған кәсіпкер болатын болса, өзінің қызметін ары қарай кеңітті, үлкейтті. 1/3. 1/3. 2/2 қайда қалып қалды? 2/2 ары қарай өзінің кәсібін аша алмады. Аша алмады, мүмкін белгілі бір жағдайларға байланысты шығар, мүмкін қаражат мәселесі, мүмкін былайша айтқанда, мен ойынан айнып қалды ма? Мысалы, енді қараңыз, карантин кезінде мен білмеймін, бір қызмет түрін үйренгім келді. Шаш мастері болғым келді дейін, мен сіздерден оны өттім, 18.000 теңгемді алдым, енді мен мықты шаш мастерімін. Ары қарай мен не істеуім керек? Атамекен мысалы маған қандай да бір қаржы бере ма, егер мен оны ары қарай дамытқым келсе? Сондай да бағдарламаларыңыз бар ғой? Атамекен болғанда жаңағы мемлекеттік бағдарламалар аясында бизнес планды жасағаннан кейін оны арнайы жаңағы комиссия алдында қорғайды. Қорғаған кезде ол жерде жаңағы әкімшіліктің еңбекпен қамту департаментінің жаңағы өкілдері отырады. Сол бизнес жоспарды қорғайды. Егер де жақсылап жаңағы өзінің идеясын, бизнес идеясын қорғай алса, оған грант бөлінеді. Гранттың сомалары қандай? Гранттың сомалары қазір бұл жерде енді белгілі бір дұрыс мәлімет бермеуге қорқасың. Қорқамыз. Дұрыс мәлімет. Шамалап менің білуімше өзімнің ұлым мектепті бітірді. Содан мектеп бітіргеннен кейін осы жас кәсіпкер бағдарламасына оқудан өтті. Ол кезде мен Атамекенде жұмыс істемеймін, бірақ ол жерге кез келген жас кәсіпкер, жұмыссыз тұлғалар өзінің ұсынысын бере алады. Ол курстан өтті, тегін стипендиясын алды. Одан кейін барып жаңағы 525 мың бет, 500 мыңдай грант берілетін. Сол 500 мыңға мысалы шағын кәсіптерін дөңгелетіп кеткен тұлғалар болды. Ол мысалы аналар, шейный цех, немесе там белгілі бір өзіне қажетті бір техниканы жалдап яғни 500 жаңа сіз айтпақшы, енді ол бұрынғы мәлімет шығар. Жоқ, 500 сол қазірдің өзінде сол 500 мыңды алғаннан кейін оны қайтадан қайтару керек пе? Жоқ, грант ол тегін берілетін, қайтарылмайтын. Мен біліп отырмын, бірақ халық білмеуі мүмкін, ол ойлауы мүмкін, тегін үкімет ақша беріп қояды екен, оны кейін 10 есе қайтарып алмай ма деп түсінік қалыптаспасын деп отырмын. Бірақ ол мысалы грант алған кезде ол грант алып, сонымен өзінің қалтасын сала салмайды. Ол грант бойынша оны өзінің жаңағы мақсатты түрде қолдану керек. Ол жаңағы бизнес планында айтса, егер де мен швейный цех, жаңағы тігін цехын ашамын, тігін машинкасын аламын дейтін болса, сол тігін машинкасын алған, жұмыс істегенін көрсету керек. Одан кейін ол тігін машинкасын алып үйінде ары қарай не істеймін деп отырмайды. Оған солайша біздің қызметкерлер, біздің бизнес тренерлер көмектеседі. Ары қарай қалай жұмыс істеу керек екенін көмектесіп отырасыздар ма? бір жылдың ішінде сопровождение дейміз. Тегін қолдау көрсетесіз. Себебі ол жаңадан кәсібін ашты, ол білмейді қандай есеп тапсыру керек екенін, не істеу керек екенін. Ол жалпы ИП ашу керек па, немесе физлицо сияқты ары қарай жұмыс жасай беруіне мүмкіндік бар ма? Ол біреуге жұмыс тауып берсе, оның қандай құжатын толтыру керек деген сияқты барлығына тегін қолдау көрсетесіздер. Тегін қолдау көрсетіледі. Ал егер де кейбір кәсіпкерлер болады, мысалы мен 500 мыңға жетпейді, мен үлкенірек кәсіп ашқым келеді. Ондай болатын болса, жаңағы курстан өткен, қолында сертификаты бар тұлға болатын болса, ол жеңілдетілген несие алуға әбден мүмкіндігі бар. Барады, белгілі бір суммаға өз керекті қаражатына бизнес планын жасап, екінші деңгейлі банктерден жаңағы бағдарламалар арқылы жеңілдетілген несиені ала алады. Толық мәліметті жаңағы айтып өткен Атамекен үкіметке, бизнеске арналған үкімет деген, мысалы қазір сол бар ғой, сол сияқты кәсіпкерлерге арналған арнайы портал пилоттық режимде қосылған. Қалай деп аталады? Атамекен сервисіз. Атамекен сервиске басасыз, содан кейін өзінің нелер болады, бағыттары, құқық бойынша, жаңағы маркетинг. Мына жерде қай жерінде? Атамекен сервис. Атамекеннің ішіне кіреді? Мен сайтында тұрмын, ал жоқ. Мына Атамекеннің менде ашқан кезде, мына жерде шу керек, оны двигается дальше. Ол қимыламай тұр ғой, өйткені, мынау ма? Уважаемый предприниматель, важно. Бұл Инфо Казахстан кірдіңіз, да? Сайт кішкене түсініксіз, өйткені телефонның нұсқасы жоқ сияқты. Бар телефон нұсқан, менде бар, мен көрсете аламын просто. Сіз ашыңыз, көрсетіңіз, өйткені экранның ар жағында отырғандар да сіздер сияқты кіріп қарасын. Атамекен.kz сайтына кіресіздер ең бірінші кезекте. Қазір Динара, сіз рет-ретімен айтып отырыңыз, арай жасап көрсін. Мен Атамекен.kz-де кірдім, одан кейін.
телефон қарағанда- соны айттым ғой, телефон Сен нұсқасы телефоның нашар болып тұр ғой. жоқ. мүмкін техникалық шығылшы. Мен осы сізге жаңа келген алдында осыны ашып отырғанмын, ішіне кірдім. Кірдіңіз. Қазір телефоныңыз қосылғаннан кейін айтайын, өйткені бізді көріп отырғандар да ішіне кіріп тура сіз айтқан жаңағы сервистердің бәрін пайдаланып көрсін, қаншалықты оған ыңғайлы, қаншалықты ол бизнесін ашатын адамға сіздер айтып отырған мүмкіндікті беріп отырсыздар. Әрине мақтанатын тұсы өте көп, мойындаймын. Енді мен өзімнің сұрақтарымды қойдым. Менің жан жағымда жұмыс жасап жүрген қасымдағы құрбыларым бар, олардың бәрі жеке кәсіпкерлікпен айналысады. Солардың арасында ең қатты қазір қиналып қалғаны балалар бизнесіне қатысты сол бір жақсы танысым бар, сол сұрап жатыр. Біз қайтеміз дейді. Олардың балаларға арналған ойын-сауық орталығы бар ода. Әлі жабық тұр. Көктемде басталған, әлі күнге дейін жабық тұр. Алда ашылатын ойымыз жоқ дейді. Бізге әлі ашпайсыңдар деп айтты. Қайтпекпіз дейді. Қаншама айдан бері қалтасынан жаңағы аренданың ақшасын төлеп отыр. Қаншама айдан бері. Өйткені олар сауда-саттық орталықтарында тұрады, басқа да жерлерде тұрады. Не істейміз деп олар уайымдап отыр. Бұл саладағы бизнеске өте қиын. Себебі мен жаңағы өзімнің інімнің мысалы жеке балабақшасы бар Тараз қаласында. Олар да бірнеше айдан бері жабық тұр. Бірақ енді бұл жерде халықтың саулығы, елдің саулығы болғандықтан екі жаққа жаңағы бизнесті қорғау немесе баланың денсаулығын қорғау болатын болса, әрине мүмкін екінші таңдау дұрыс шығар деп ойлаймын. Менің өзім ойым, жеке ойым. Әрине ешкімге оңай соғып жатқан жоқ қазіргі кезде. Жаңағы антикризистік бағдарламалардың ішінде бұл кісілердің де құқығы қорғалған ба, қорғала ма? Әрине біз жан-жақты барлық саланы қамтуға тырыстық. Тағы да біз қайталайық, міне бұның барлығын atameken.kz басты жаңалықтар, соның ішіне кірсеңіздер жоғарғы жағында старт деп тұрады. Міне сол арқылы сіздер міне правительство для бизнеса, яғни сіздің айтқан жаңағы толтыратынның барлығы осы жерде, иә? Міне қараңыздар, право, регистрация, лицензия, разрешение, IT услуги, закупки бәрі, обучение, финансы бәрі бар. Енді осының барлығын мысалы көп адам білмейді. Мен мысалы дәл қазір өзімді отырып арендап тұрмын. Енді бұл техникалық оқулықтар болып жатса, бұны Сізден енді сол сәлемдемемізді жеткізерсіз енді, яғни оның алдында айтып кеткен сәлемдеме жаңағы тренинг өткізу туралы. Солардың бәрі жетеді деген үміттемін. кәсіпкерлерге қатысты әкімшілік жаңағы кедергі деп айтады. Болмаса ол айтады, біздің өңірлік деңгейдегі осы әкімшіліктің құзыретіндегі мәселе осы мәселені шешу керек деп сол көтереді. Егер де осы мәселені біздің сарапшылар қарап отырады, егер де расымен де жүйелі республикалық деңгейдегі немесе жүйелі өңірлік деңгейдегі проблема болатын болса, ол проблеманы біз жаңағы регистрге тіркейміз. Регистр ол ашық портал. Жаңағы сіздер біздің портал түсінсіздер болса, сол жерде тағы бір вкладка бар, ол жерде реестр системдік проблема бизнеса деген бар. Сол жерге кірген ол да тағы да анықтап алайық, ол басты бетте 4-ші закладкаға кіргенде ма, әлде ол тұрма бетінде? Атамекен реестр, оның да жаңағы сілтемесін кейін жазып беремін. Атамекен реестр. Сол жерден, яғни кез келген кәсіпкер жаңағы өзінің проблемасын бергеннен кейін, егер де ол жүйелі проблема болатын болса, жаңағы реестрге отырғызылады, енгізіледі. Одан кейін мысалы оған бір номер беріледі. Сол номермен мен өзімнің жаңағы көтерген проблемамды, сіз мысалы аренда бойынша проблеманы көтерсеңіз, өзіңіздің проблемаңыздың орындалу барысын қарастырып отырасыз. Мен мүмкін жұмысқа алғаннан кейін қай мемлекеттік органға, үкіметке ма, қай жерге хат жаздым, болмаса белгілі кездесулер өткіздім, проблема шешілді ме, шешілген жоқ па, оның әр этаптағы статусы көрсетіліп тұрады. Алдағы уақытта өзекті мәселелерді тағы да көтереміз, тек қана көтеріп қана қоймай, тығырықтан шығу жолдарын да назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан біздің арнамызға жазылыңыздар, төмендегі қоңырауды баса қойсаңыздар да болады. Сау болыңыздар.